Рамазан айында оразаны Құдай үшін ұстау керек. Адамдардан ұят болады. Былтыр ораза ұстаған едім, биыл ұстамасам, неғып ұстамадым деп айтады ғой. Ұят болмасын, қой ұстай берейін десеңіз, ниетіңіз жақсы емес сіздің. Немесе диета, кішкене семіріп кеттім, салмақ қостым. Былтыр 15 кило жақсы тастаған едім. Биыл да Құдай қаласа бір 20 килодан ұратын шығармын Құдай қаласа деп ниет ораза ұстауға болмайды олай. Немесе мына намаз оқыса, адамға кішкене бір физиология екен естіп жатырмыз, пайдалы екен. Қой, оқи берейін намазымды деп ниет ондай болмау керек. Ниет Алла үшін болу керек. Алла үшін намаз оқыңыз, Алла үшін ағайын туысқа көмектесіңіз, Алла үшін бір сөз айт, немесе Алла үшін үндеме. Барлық біздің өміріміз 24 сағат бір күндік өміріміз Алла үшін өту керек. Мына дем шыққан кезде Алла үшін шықсын сыртқа, ішке тартқан кезде Алла үшін тарту керек. Әрбір іс қимылымызды Алла үшін істеу керек. Алла үшін істемедіңіз бе, үндемей қоя салу керек.